Нан қайдан келеді? Әңгіме. Атасы мен әжесі дастархан басында немерелерімен тамақтанып отырды. Атасы бір кезде: "Ал балалар, кім біледі, дастарханға нан қайдан келеді?" деп сұрады. 4 жасар Батухан: "Әжем дүкеннен әкеледі" деді. 6 жасар Иманәлі: "Наубайханада пісіреді" деді. 3 жасар Айзере: "Нан ба? Нан тәтті" деді тамсанып. Мектепте оқитын Әмина ата мен әженің немерелерінің үлкені еді. "Ауылдан базарға келеді, одан біздің дүкенге келеді" деді. Атасы бәрінің пікірін мұқият тыңдап алды да, мейірлене күлімсіреп: "Мен сендерге Айзереш айтқан тәтті нанның қандай қолдардан өтіп, қандай жолдармен, қанша еңбекпен, қандай маңдай термен дастарханға келетін туралы әңгімелеп берейін" деді. Атасы жастыққа шынтақтап жатып, қызыл күрең шайын асықпай ұрттап қойып, әңгімесін бастады. Барлық әңгіме жер анамыздан басталады. Күнді айналып жүретін 9 ғаламшардың ең құдіреттісі, жер ғаламшарынан қасиетті де киелі ештеңе жоқ. Оның дарқандығы сондай, барлық тіршілік иелеріне өмір сыйлайды, бауырына алып қорек береді, өсіреді. Адамның жарық дүниеге келіп көзін ашқаннан тербететін бесігі де, асыраушысы да жер ана. Біздің ғаламшардың жер атану тегін емес. Адамның өмірі осы жермен тығыз байланысты. Жерден өніп шығатын ең қасиетті нәрсе ас атасы нан. Нанның жерден өніп шығуына көктегі күнде, қолайлы ауа райы да, мезгілмен жауып суаратын жауын да үлкен ықпал етеді. Көктегі күн бар махаббатымен жер ананы сүйіп, нұрына шомылдырып, жылуына бөлеп еркелетеді. Мөлдірген су да жерге нәрін беріп, шөлін қандырады. Сол кезде диқан ата егіс басына келіп, бусанып жатқан жерді соқамен жырта бастайды. Қазіргі заманда трактормен жыртады. Одан соң жақсылап тұрып тырмалап алып, әзір болған егістік алқабына бидайдың дәнін сеуіп шығады. Ал бидай деген не? Бидай дегеніміз астық тұқымдасына жатады. Түсі қызғылт, ақ, кейде қарада болады. Пішіні ұршық тәрізді. Ішінде қылтанағы бар, беті жылтыр дақыл. Бидайдың тарихы тым әрде жатыр. Сонау ықылым замандарда ең алғаш Грекия жерінде өсіріле бастапты. Одан кейін Мысыр мен Қытайда да бидай тағамдар жасаған. Адамдар бидайды тек тағам ретінде ғана емес, сонымен қатар емдік қасиеттер үшін де ерте заманнан бағалаған. Бидайдың бір талын дән дейді. Міне сол адаммен бірге жасасып келе жатқан бидайдың дәні жер қойнына түскеннен кейін көктемгі жауынмен бірге сабаға өніп, топырақ бетіне қылтиып шығады. Диқан ата кетпенімен ала жаздай оны баптап, арам шөптен тазартып, көп маңдай терін төгеді. Сол кезде егіс алқабындағы бидай сабақтарының басына дән бітіп, күзде олар әбден пісіп толысады. Көктен күн сүйіп, жел тербетіп, қалың егін теңіздей толқиды. Дән толып піседі. Оны бұрын ауылдың кәрі жасы орақпен ұрып алатын, ал қазір комбайнмен ұрады. Комбайн бидайды ора жүріп, дәнін бір бөлік, масағын бір бөлік шығарып отырады. Жиналған дәнді арнайы жүк көлігіне лақтырып береді. Ол көлік ауыл ішінде қырман қалып барады. Ол жер қазір элеватор деп аталады. Онда бидайды тазалап, кептіріп шығатын агрегатқа салады. Әбден тазарған қызыл бидайды ұн тартатын диірменге жеткізеді. Ол жерде бидайды ұнға айналдырып, кебегінен бөліп шығарады, әппақ ұнды сұрыптап, қаптарға салады.
Енді көлікке тиелген ұн қаптары азық-түлік дүкендері мен наубайханаларға жол алады. Наубайханаларда ұннан алдымен ашытқы қосып нан иленеді. Содан соң иленген қамыр әртүрлі қалыптарға салынып, ыстық пештерге орналастырылып, нан болып пісіп шығады. Дайын болған нанды дүкендерге жеткізіп береді. Сол дүкендерден нанды біз сатып аламыз. Ал дүкенде тұрған шикінді сатып алып, аналарың мен әжелерің де үйде нан, бауырсақ, шелпек, тәтті тоқаштар пісіреді. Міне, нан осылайша біздің дастарханға көптеген адамдардың еңбегімен келеді. Сондықтан нанды қастерлеу керек. Оның қиқымын жерге тастамау керек. Нансыз өмір жоқ. Нан болса, ән де болады. Мен сендерге бір тақпақ үйретейін, жаттап алыңдар. Нан қиқымын шашпаңдар, жерде жатса баспаңдар. Теріп алып қастерлеп, торғайларға тастаңдар деп атасы нан туралы әңгімесін аяқтады. Немерелері бұл тақпақты атасынан қайта-қайта сұрап, жаттап алды.